енді жарайды, ол арабтың діні деп тіліңмен дәстүріңмен кетіңдер деп егер солар айтқандай сөйтіп қабылдайтын болсақ, онда біздің қазір қолданыстағы сөзіміздің 70% сөзін біз бас тартуымыз керек. Рахмет, шүкір, ұстаз, дәптер, мешіт, медресе, тәуба, кете беріңіз. Бәрі арабтың сөздері. Сонда қазір біздің сөйлеп жатқан сөзіміздің 70% біз қолданбау керек. 30% қалды ма, 30%-ың тағы біраз пайыз жаңа айтып жатқан орыстардың сөзі, оны алып тастаңыз. Сонда бізде не қалды деп жатқан сөз, сұрақ бар жағында. Біз қай тілде, қай сөзді қолданамыз? Жарайды, шүкір арабтың сөзі бұл. Орнына не қолданамыз? Балама бар ма? Екіншіден, шүкір, немесе рахмет. Арабтың сөзі бұл. Рахметті қолданбаңдар, сен араб қылсыңдар деп жатыр да? Жарайды, рахметті қолданбайын. Орнына не айтамын мен қазірге? Екіншіден, рахмет деп айтқан кезде бұл сөз мені бұзып жіберді ма? Менің мінезіме әсер етті ма? Бұл қандай мағына бұл?